Өткен сенбі күні облыс әкімі Нұрлан Нұранхаев Абай ауданына жұмыс сапарымен барды. Іс-сапар барысында аймақ басшысы аудан орталығы Қарауылдағы Абай атындағы мамандырылған мектеп гимназиясында, аудандық орталық ауруханада, аудандық тарихи өлкетану мұражайында болып тыныс-тіршілігімен танысты. Нұрлан Тельманұлы сондай-ақ жергілікті тұрғындармен кездесіп, олардың талап-тілегін тыңдап, сұрақтарына жауап берді. Нұрлан Нұранхаев ат басын бұрған алғашқы нысан Абай атындағы мамандырылған мектеп гимназиясы болды. 300 орындық білім ошағы 2020 жылы қолданысқа берілген. Облыс әкімі мектеп ішін аралап, балаларға жасалған жағдаймен танысты. Мектеп директоры мектептегі оқу-тәрбие жұмыстарымен таныстыру барысында алдағы жоспарларды жайлы айтып берді. Оқытамыз тек қана біз осы Қарауылдың балаларын, бүкіл ауылдың балаларын, ауданның балаларын, облыстың балаларын оқытуға толық мүмкіндігіміз бар. Бұл мамандандырылған мектепте бізде 8 мұғалім облыстық университет мұғалімі сабақ береді. Ең 4 мұғалім сабақ береді. Айтмұхамбетов Жанат деген сияқты. Аманжоловтың 2 мұғалім сабақ береді, Шәкәрдің 2 мұғалім сабақ береді. 8 мұғалім дистантты түрде осы мектепте 1,5 сағат деген сағат бар, соны бөліп береміз. Жыл бойы балаларды профессорлар оқытады. Нұрлан Тельманұлы келесі кезекте аудандық тарихи өлкетану мұражайына барды. Бұл мекеме Семей қаласының тарихи өлкетану мұражайының филиал ретінде 2012 жылы ашылған. Сапар соңында облыс әкімі аудандық мәдениет үйінде Абай ауданы тұрғындарымен кездесу өткізді. Жұрт алдында сөз алған Нұрлан Нұранхаев облыс бойынша жүзеге асырылуы жоспарланған бірқатар шаралар жайлы баяндады. Кездесуде сөз алған Абай ауданының әкімі Нұржан Оразбекұлы өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы туралы баяндап, осы жылдың 8 айының қорытындысымен таныстырды. Сондай-ақ алдағы жұмыс жоспарына да тоқталып өтті. Еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына серпін берген бірқатар мемлекеттік бағдарламалар халықтың әлеуметін арттыруға өз септігін тигізуде. Абай ауданы бойынша халық саны 13.909 ауылдық округ, 11 елді мекен бар. Жер көлемі 2.9.391 гектар. Ауданның нақтыланған бюджеті 3 миллиард 391 миллион 99 мың теңге. Жиында облыс басшысы аудан тұрғындарын мазалап жүрген бірқатар сұрақтарға жауап берді. Абайлықтар үшін бүгінгі таңда ең өзекті болып тұрған жол мәселесі. Бұл орайда Нұрлан Тельманұлы осы бағытта жүргізілетін жұмыс ретін баяндады. Жаппай жұмыс орындарын ашу, жалақы мен зейнетақыны, өтемақыны көтеру. Аталған мақсат міндеттер біздің облысымыз үшін де аса өзекті екені айтпаса да түсінікті. Нұрлан Нұранхаев тұрғындармен кездесуден кейін азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдады. Өтініш білдірушілердің талап тілегі тыңдалып, сұрақтарына жауап берілді. Облыс әкімінің Абай ауданына жұмыс сапарын қорытындылайтын болсақ, 2026 жылға дейін аймақ бойынша 56 сумен жабдықтау объектісін салу және жаңғырту жоспарланып отыр. Конкурстық рәсімдердің нәтижесі бойынша Абай облыстың қоғамдық даму басқармасының басшысы лауазымына Айдар Садырбаев тағайындалды. Айдар Серікқазұлы Семей облысы, Жаңа Семей ауданы, Новопокровка ауылында дүниеге келген. 2009 жылы Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетін тарих мамандығы бойынша тәмамдап, еңбек жолын 2009 жылы Бородулиха ауданына қарасты Переменовка ауылының орта мектебінде мұғалім болып бастаған. Әр жылдары Бородулиха ауданы мен Семей қаласының ішкі саясат бөлімдерінде нұсқаушы, жетекші және бас маман, Шығыс Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары болды. Жаңа тағайындауға дейін Семей қаласы әкімінің орынбасары қызметін атқарған. Семей таңы, Вести Семей, біздің Бесқарағай газеттерінің шығармашылық тобы Айдар Серікқазұлын жаңа лауазымымен құттықтайды. Румынияның Констанца қаласында қазақ күресінен әлем кубогы өтті. 15 елдің балуандары сынға түскен сайыста екі жерлесіміз жеңіс тұғырынан көрінді. Атап айтқанда облыстық полиция қызметкері лейтенант Сафуан Мұратбеков Қазақстан құрамасында 74 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Ол алғашқы айналымдарда Молдова мен Франция балуандарынан басым түссе, ақтық белдесуде румын спортшысын жеңді. Тағы бір жерлесіміз Әсет Ахметжанов 90 келі салмақта топ жарды. Ол Польша, Пәкістан, ал ақтық белдесуде Франция өкілін жарыс жолынан шығарды. Балуандарымыз бен олардың бапкерлерін шын жүректен құттықтаймыз.
Жарма ауданының әкімі Жарқынбек Байсабыров өңірдің тыныс-тіршілігімен танысу сапарын Қаратөбе, Бірлікшіл ауылдық округтерінде жалғастырды. Қаратөбе ауылына жасаған сапарында жергілікті әлеуметтік нысандардың жағдайын бақылады. Сонымен қатар Кеңтарлау ауылында болып, тұрғын үй мәселесін көтеріп келген көп балалы ана Алтынай Жамбусневаның тұрмысымен жақын танысты. Жарқынбек Бұрашұлы алдағы уақытта көп балалы отбасын баспанамен қамту ісін оңтайлы шешу жолын қарастыратынын жеткізді. Аудан әкімі сонымен қатар Шар негізгі мектебінде де болып, жалпы материалдық техникалық базасын аралап көрді.